Құрметті әріптестер, бүгін бізде өз кәсібінің үздігі айдарының қонағы Шымкент қаласындағы номері 65-ші мектеп-гимназияның директоры Айгүл Абдуәліқызы. Еліміздің білім беруді дамыту саясатының оң өзгерістері бәсекеге қабілеттілікті арттыруда адами ресурстың маңыздылығын түсіндіру арқылы сипатталады. Жуырда жарияланған Қазақстан Республикасы педагог мәртебесі туралы заңы жүзеге асуы ұстаздар қауымының өз еңбегінің еленіп, абыройларының ұлықталатыны қуантады. Осы орайда өз пікіріңізді білдіріп өтсеңіз. Бүкіл қоғам болып, жіті қадағалап, бір ауыздан талдап, күшіне енген педагог мәртебесі туралы заң жобасы ұстаздар қауымының көкейінде жүрген біраз мәселелерді шешуге септігін тигізді деп айта аламын. Қай кезеңде, қандай мамандық иесі болмасын, заңмен қорғалғанда ғана толық әрекет иесі ретінде қызмет ете алады емес пе? Осы орайда менің ойыма Махмуд Қашқаридің ізгілікті ердің аты өшпейді деген сөз оралып отыр. Адам баласының бүкіл бойындағы ізгілік атауы сол ұстаздың ұлағатынан, ұстаздың біліктілігінен, ұстаздың білімінен бастау алатынын ескерсек, бұл ұлылықты үстін еткен ұстаздар қосыны үшін үлкен бір серпіліс тудырады деп айта аламын. Өткен жыл сіздер үшін қандай жетістіктерге толы болды және қандай мақсаттарды жүзеге асырдыңыздар? Былтыр өткен республикалық пән олимпиадасында құқық және ағылшын тілі пәнінен жүлделі орындарды иеленуіміз, қалалық пән олимпиадасында 21 оқушының жүлделі орындар алуы және Нұр-Сұлтан қаласында өткен транспорт саласындағы шапағат фестивалінде 3 оқушымыз өзінің шығармашылық жұмысын ұсынып, екеуінің Ұлыбритания қаласындағы университетке жолдама алып, сонда әрі демалып, әрі өз білімдерін жетілдіруге 2 апталық сертификатты жеңіп алуы, оның барлығы ұстаздар қауымының еткен еңбегінің жемісі дер едім. Ауыз толтырып айтатындай жетістіктеріңіз мол екен. Шығармашылықтарыңыз шарықтай берсін. Алдағы уақытта атқарар міндеттеріңіз бен жоспарларыңызбен бөліссеңіз. Бүгінгі мектептің алдында тұрған міндет мұғалімдердің зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін шығармашылық орта құру болып табылады. Мұғалімдердің шығармашылық әлеуетін арттыра отырып, олардың өз іс-әрекетін зерттеуге жағдай жасау бүгінгі мектептің басты міндеті дер едім. Оқушының білім сапасын арттыру, оның функционалдық сауаттылығымен арттырумен тікелей байланысты дегім келеді. Осы орайда мектепте 2018 жылдан бері жалғасып келе жатқан үлкен зерттеу жұмыстары бар. Мектеп директоры болып 25 жылдай қызмет атқарған. Осы мектептің іргетасын қалап, оны республикаға танытуға үлкен еңбек сіңірген Қатира Қырғызбайқызының көшбасшылығымен мектепті басқарудағы жасалып жатқан үлкен жұмыстар бар. Сол жұмыстар биыл да өз жалғасын табады деймін. Баршамызға белгілі, жақында Қазақстанда білім беруді дамытудың 20-25 жылдарға арналған мемлекеттік білім бағдарламасы бекітілді. Бұл бағдарламада жалпы білім беруге қойылған басты міндет жалпы адамзаттық құндылықтар негізінде тұлғаны тәрбиелеу мен оқыту болатын болса, біздің мектебіміздің миссиясы да осы міндеттермен ұштасып жатыр деп айта аламын. Сіз өз сөзіңізде педагог құзыреттілігі туралы әңгіме қозғадыңыз. Осы орайда өрлеу біліктілік арттыру институты мұғалімдердің біліктілігін шыңдауда атқарар рөлі орасан зор. Серіктестікте атқарылған жұмыстар туралы айтып өтсеңіз. Уақыт талабымен үндесе жұмыс жасап келе жатқан өрлеу біліктілікті арттыру институтымен біз ширек ғасырдан астам қоян-қолтық жұмыс жасап келеміз. Осы мектептің гимназия атануына да бұл институттың сіңірген еңбегі зор дер едім. 93 жылдан бастап эксперименттік алаң ретінде жұмыс жасаған біздің мектеп бүгінгі таңда осы өрлеу институтының базалық мектебі болып табылады. 2012 жылы біздің мектеп облыстағы Назарбаев зияткерлік мектептері іс тәжірибесін тарататын базалық мектептің бірі ретінде жұмыс жасады. Сол жылдардан бастап өрлеу біліктілікті арттыру институтымен бірге
зияткерлік мектептер тәжірибесін жалпы білім беретін мектептерге ендіру бойынша қыруар жұмыстар атқарылды. Облыстық, қалалық бірнеше семинарлар жүргізіліп, зияткерлік мектептер тәжірибесіндегі бағалау жүйесі, зияткерлік мектептер тәжірибесіндегі сабақ жоспарлаудағы өзгерістер және зияткерлік мектептер тәжірибесіндегі тәрбие жұмысы бойынша қала, облыс мектептеріне өрлеу біліктілікті арттыру институтымен бірге дәрістер өткізіп, семинарлар мен вебинарлар жүргізді. Мұғалімдердің біліктілігін арттыруда да институттың атқарып отырған жұмысы орасан. Өрлеу біліктілікті арттыру институты мен мектеп арасындағы көп жылғы серіктестік алдағы жылдарда өзінің жалғасын табады. Бөлінген көшбасшылық жағдайында жұмыс жасайтын мектеп ұжымы алдағы уақытта өзінің іс тәжірибесін өрлеу біліктілікті арттыру институты арқылы қала, облыс мұғалімдеріне таратуға қашанда әзір. Бірлескен жұмыста Қорқыт Атаның айқындық жұмыстың басты қасиеті деген қағидасына сүйене отырып, бұл жұмыстарды алдағы уақытта да өрістете жүргізетініне менің сенімім мол. Айгүл Абдуалықызы, сұхбатыңыз үшін рахмет. Алдағы уақытта сіздерге шығармашылық табыс тілейміз.